WhatsApp арқылы кредитный историяны тексеруге болады. Сіздермен бірге Заңгер Шыныбаев Марғұлан. Барлығымыз білеміз, несие алу үшін міндетті түрде кредит тарихы, несие тарихы дұрыс болу керек. Егер несие тарихыңыз дұрыс болмаса, кредит несие беру қиын болады, болмаса мүлдем бермеуі де мүмкін. Енді бұның ең оңай әдіс тәсілі шықты. Қандай дейсіз ғой? WhatsApp арқылы тексеруге болатын әдіс тәсілі. Қазір мына сол жағыңызда экран шығады телефонның, сол экран арқылы сізге көрсететін болам, қай жерден қалай не істеуге болатын. Яғни WhatsApp арқылы кредитный историяны тексеру. Көшпей жатып, міндетті түрде подписка, лайк, комментарий және бөлісуді ұмытпаңыздар. Instagram парақшаға да жазылып қойыңыздар. Қараңыздар, сіздер ең бастысы мына нөмірді жаттап алуыңыз керек. Астында шығу керек нөмір 8708 971 39-34. Яғни осы нөмірді сақтап алуыңыз керек. Сақтап алғаннан кейін осы нөмірге WhatsApp-қа сіз жазуыңыз керек. Қандай да болсын бір сөз, сәлеметсіз бе, здравствуйте деп әйтеуір бір сөз жазсаңыз болды. Бұл бот. Сондықтан бұл жерге автоматты түрде сізге жауап келеді. Бұл телефонға хабарлассаңыз, бәрібір бұл телефон өшіп тұр деп сізге хабарлайды. Бірақ WhatsApp-қа жазсаңыз болды, ары қарай бот арқылы жауаптарын алсаңыз болады. Бұл телефонға ең бастапқы кезекте саламатсыз ба деп жазасыз. Саламатсыз ба деп жазғаннан кейін сізге сообщение келеді. Сол сообщениенің ішінде 0 деген цифрды басуыңыз керек. Бастапқы меню, главный менюға кіруіңіз керек. Главный менюға кіргеннен кейін бірнеше пернелер шығады. Соның пернелердің ішінен үшіншісін таңдауыңыз керек. Үшіншісінде персональный кредитный рейтинг деп тұрады. Яғни үшіншісін таңдайсыздар. Үшіншісін таңдағаннан кейін ары қарай сізге тағы да сообщение келеді. Иініңізді теріңіз деген. Сөйтіп өзіңіздің иініңізді тересіз. Дұрыстап теріңіз, өйткені бір рет мүмкіндік бар, ары қарай тағы да шықпайды. Иініңізді дұрыстап тердіңіз. Иініңізді тергеннен кейін бұл жерде бұл информацияның құны 100 теңге болады. Сол 100 теңгені қалай төлеу? Ең оңайы әрине баланстағы телефондағы төлеу. Бірақ сіз банковский карта арқылы содан кейін төлесеңіз де болады. Бұл жерге өз телефоныңызды жазсаңыз болды. Ары қарай сізге код келеді. Сол телефонға сообщение келеді, код. Сол кодты терсеңіздер, арға сізге сообщение келеді, сіздің жаңағындай статусыңыз қандай екен. Мысалы, менікі қазір класс риска SRO10 деп тұр, яғни хорошо деп тұр. Яғни қазір жасыл, стрелкасы жасыл линияда тұр. Бұл жақсы деген сөз. Ал сары линияда тұрса, ол кезде күмәнді деген сөз. Ал егер ары қызыл, болмаса сарғыштау, қызғылттау линияда болса, онда сіздің кредитный историяңыз онша емес деген сөз. Егер сіздің кредитный историяңыз онша емес болса, онда сізге банк кредит беруден бас тартуына ықтималы өте көп. Өйстіп өзіңіздің информацияңызды білсеңіз болады. Кей кезде сіз жіберсеңіз, сізге информацияда шықпауы мүмкін. Егер сізге информация шықпаса, онда сіздің кредитный историяңыз дұрыс емес деген сөз. Сондықтан бір история шығармауы да мүмкін. Егер қарызыңыз болса, соттың шешімі шығып кетті және төлемей жүрсеңіз, бұл жерге информация шықпайды қояды кей кезде. Ол кезде, яғни сіздің кредитный историяңыз енді нашар деген сөз. Сондықтан банкке барып та қажет жоқ, сізге соны несие бермей қоюды мүмкін. Сондықтан бір ең оңай тәсілін таптық. Мына экранда барлығы шықты. Егер сіздің тағы бір сұрақтарыңыз қалса, бір консультация алыңыз келсе, қазір астында нөмір шығады, сол нөмірге хабарлассаңыздар болады. Астында шықты ғой нөмір, сол нөмірге хабарласыңыздар. Сіздермен болған Заңгер Шыныбаев Марғұлан. Менің каналым, осы қазақи каналдың дамуына атсалысып көмектесіп жүргендеріңіз өте үлкен рахмет. Сондықтан ары қарай да атсалысып дамытуға көмектессеңіздер. Біздің мақсатымыз 100 000 подписка. Сондықтан 100 000-ға шейін тез жету үшін тағы да одан да қатты қарқынмен көмектессеңіздер. Поделиться, лайк, комментарий көбірек жазсаңыздар. Жақсы, сау саламатта болыңыздар. Көріскенше күн жақсы.